Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып дүниетану 23-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көне жазулар. Балалар, жазу не үшін керек деп ойлайсың? Осы сұраққа жауап беріп көр. Адам бірден әріппен жазып кеткен жоқ. Алдымен адамдар суретті жазу, пиктографияны ойлап тапты. Олар бір-біріне суреттер арқылы ақпарат береді. Суреттердің көмегімен белгілі бір оқиғалар туралы баяндауды үйренді. Суретке назар аударамыз. Автордың не туралы айтқысы келгенін түсіндіріп көр. Ертеде адамдар таңбалармен, сонан соң әріптермен жазуды үйренді. Оны сазбалшық тақталарға, ағаш қабықтарына, тасқа, қағазға және басқа да заттарға жазған. Біздің түркі ата-бабаларымыз өз әліппелерін шығарған. Ол 38 таңбадан тұрған. Өз билеушілерінің құрметіне тақтатастарға жазылған түркі жазбалары бізге дейін жетті. Жер бетінде алғашқы жазу 5000 жылдай бұрын пайда болған. Пиктографияның кейбір түрлері қазір де қолданылады. Мысалы, жол белгілері. Онда қандай суретті жазулар қолданылатынын анықта. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап бер. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.